Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. Бибісара Асаубаеваның шығармашылығын жалғастырайық. Бүгінгі оның қарсыласы Нандитха. Үндістан 3, Қазақстан 11-ші тур, соңғы партия 9-шы тамыз. Кеттік. Өте маңызды партиялардың бірі. И4, С5, Сицилиян қорғанысы, С3. Бұл вариант Алапин варианты деп аталады. Көрсеңіздер болады, бұл енді мүмкіндік бар болса, негізгі жолдардан басқа жаққа кетіп қалу деген сияқты. АТФ6, И5, АТ5, Д4, СД, АТФ3, АТС6, СД. Бұның барлығы теория, бұған таңғалудың қажеті жоқ. Д6 әрине орталықтағы сарбазға қысым көрсету керек. Піл С4, И6, лай, піл И7, патшаны сұрайғыздық, жедік, және жедік. Сонымен, бұл жердегі айта кететін жағдай, қараңыздар. Мынау бөлініп қалған сарбаздар. Болашақта енді эншпиль болатын болса, ойынның соңы болатын болса, бұл сарбаздардың кемшілігі айқын көрінеді. Дәл қазір бұл деген байқалмайды, жақсы болып көрінетін де сияқты, бірақ ойынның соңында әрине ақтар болған өкінеді. Бірақ біздің де бір мәселеміз бар, ол мына піл. Осы пілдің мәселесін шешетін болсақ, онда ешқандай қиындық болмайды. Уәзір С7, піл Д3, тура Д8. Әрине, бұл жерде Greek gift немесе пілді H7-ге құрбандыққа салуға мүмкіндік жоқ. Бұл деген қорқынышты емес, патшамен жей саласыз, H5 деген жоқ, пілмен жей саласыздар, ешқандай қиындық жоқ. H4, B6, әрине, біз мына С8-дегі пілдің мәселесін шешу керекпіз, шешпесек, онда біздің бір фигурамыздың, бір ойыншымыздың жағдай онша емес болады. H5, піл B7. Мұнаны айта кететін жағдай, бұл атақты Штайниц ережесі, сіздер білесіздер, орталық тұрақты болатын болса, онда оң қанатта немесе сол қанатта емін-еркін шабуыл жасасаңыздар болады. H6, G6. Әрине, бұл жақсы көрініп тұр, бірақ мына С3-дегі, А2-дегі сарбаздардың кемшілігі айқын көрініп тұр. Сол себепті шабуыл жасау мүмкіндігі жоқ. Және Нандитханың бұл іс-әрекетін мен жалпы түсінбедім. Піл F4, тура Д7. Барлығы орталық бойынша мүмкіндік бар болса, Д жолын басып алу, Д жолын басып алатын болса, онда әрине ақтар деген кәдімгідей қиналады. Піл И4, тура А Д8, бұлай және атты А5-ке қояды. Бұның ең басты мақсаты әрине мына пілді айырбастау, бұл піл деген қауіп төндіруі мүмкін. Жедік, және мүмкіндік бар болса, енді біріншіден мынау осал болды, екіншіден атты С5-ке қойға мүмкіндік бар. Міне осындай кемшіліктер. Ақтардың патша қанатындағы шабуылы жүзеге аспады, бірақ мына осал сарбаздары қалды жеткен ғой. Жедік, және ат Д4. Ат С5, уәзір И3 және піл F8. Бұның ең басты мақсаты неде? Қазір қарсылас деген піл Ж5 деп жүріп, мына И7-дегі сарбазды, пілді айырбастап тастау. Айырбастағаннан кейін мына қара торлардың барлығы осал болады, әрине бұны болдырмауға тырысады. С8 қашамыз. Бұның ең басты мақсаты не? Мына піл деген қалаған жеріне кірсе болады, бірақ ең басты мына пілді айырбастамау. Өйткені бұл піл деген мына Ж7-дегі торды өте жақсы бақылауда тұр. С1, уәзір Д5. Көрдіңіздер ме? Міне осындай жағдайда сіздер толық қанды түсінесіздер. Қаншалықты мына сарбаздың осал жерлерін. Көрдіңіздер ме? А2-дегі сарбаз, А2-дегі және С3-дегі. Мүмкіндіктеріңіз бар болса, патшаға шабуыл жасаңыздар. Ондай мүмкіндік жоқ болса, сарбаздарға, ал ондай мүмкіндік жоқ болса, онда ойыншыларыңыздың жағдайын жақсартуға тырысыңыздар. Ат Б5, бұл енді өрескел қателердің бірі, түсініксіз не себепті бұндай шешім қабылдады, және ат негізгі орталыққа орналасты. Атты қойғаннан кейін дәл қазір пілді С5-ке кіргізіп, және F2-дегі торға осындай шабуыл жасауы мүмкін. Піл F4 және ат F2. Бітті. Осымен ойын аяқталды деп айтуға болады. Өйткені Бибісара Асаубаева өте мықты ойыншылардың бірі, рейтингісі өте жоғары, халықаралық гроссмейстердің рейтингісі
және ер азаматтарға сәл ғана қалды. Әрине, егер де былай жейтін болса, біріншіден біз піл С5 деп жүрген мүмкіндігіміз бар, екіншіден және уәзір Б5 деп жүрге толық мүмкіндігіміз бар. Әрине, ондайға қарсылас бармайды. Және ат Д6. Ат Д6 сіздер білесіздер, бұл 8 көз деп ат аталады. Әрине, енді біздің басты мақсатымыз мына аттың жағдайын мәселесін шешу. Ат Ж4 былай және піл Д6. Әрине, біз дайынбыз, ешқандай қиындық жоқ. Қарсыласынан жейтін болса, онда біз біріншіден уәзір піл С5 шах және піл А2 деген басқа да амалдарымыз бар. G және F5. Бұл жердегі байқайтын нәрсе, ат өте жақсы орналасқан және қарсыластың патшасына қауіп төндіруі мүмкін. Піл Ж5 тура сарбазды негізгі орталыққа қойды және патша F7. Көрдіңіздер ме? Бибісараның қаншалықты мықты ойыншы екенін осында кезде түсінесіздер. Ол біледі, мына сарбаз деген өте қауіпті, бұл өйткені орталықта тұратын өтетін сарбаз, осы өтетін сарбаздың қал жағдайын әрине білуге тырысады. Былай және патша И6. Бұл жерде айта кететін жағдай, уәзір бізге қорқынышты емес, тура қорқынышты емес, себебі неге? Позицияда ашық емес, позицияда бұл жерде орталық тұрақты, сол себепті біз деген емін-еркін өзіміздің патшамызбен осылай шықсақ болады. Көрдіңіздер ме? Бір қатып қалған нәрсе жоқ, ол біледі, орталық тұрақты екенін және орталықтың тұрақтылығын әдемі пайдаланады. Және Д6-дағы сарбазды әрине бақылауда ұстау керек. Арон Исаевич Немцовичтің жақсы сөзі бар, өтетін сарбаз ол қылмыскер, сол себепті барынша ол қылмыскерді бақылауда ұстаңыздар. Ж3 тура ат Д7 әрине толығымен бұғаттап тастады және енді тырп еткізбейтіндей жасады осы сарбазды. Уәзір И2 тура С3 шах жедік және қарсылас уәзір А6 деп жүрді, ойлап отыр, қазір мен деген шабуыл жасаймын, шах деймін, немесе мынаны жеймін деген ойлар бар. Бірақ шах және келесі жүріс патша Д1-ге барады және атты И3-ге апарады, патша С1-ге және уәзір С2 мат. Міне осындай партия, көрдіңіздер ме? Қандай салқынқандылық, Бибісараның осындай керемет өнерін тағы да бір рет тамашаласаңыздар болады. Соңғы партия бұл өте маңызды, өйткені жеңіліс немесе тең түсу және сіздің командаңызды артқа немесе алға шығару мүмкін. 3-5 орындарды бөлістік және 5 орынға табан тіредік. Міне осындай партия. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, жақсылықта кездесейік, сау, сәлемет болыңыздар.